Ассалаумағалейкум ағайын, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз Oxyprop компаниясының Жұлдызда орналасқан складына келіп отырмыз. Келудегі мақсатымыз бір күн бұрын өздеріңіз көріп отқандай маяк қойып, осы қабырғаға штукатуркаға дайындап қойған болатынбыз. Өзіміздің штукатурный станцияның сапасын тексеру үшін арнайы кәсіби мамандар шақырдық. Екі жігітті BI группта жұмыс істеп жүргендеріне 3-4 жыл болған. Сол жігіттердің осы аппаратқа көзқарастарын, ойларын білу үшін, сапасын тексеру үшін қазір жұмыс барысында тексеретін боламыз. Ол кісілердің көзқарасын білу үшін видеоның соңына дейін көріңіздер. Ендеше қазір кеттік, жұмысты бастайық, процесті көріңіздер. Сіздерге айтар тағы бір жақсы жаңалығымыз, біздің өзіміздің Oxyprop компаниясының алғашқы шпательдері дайын болды. Өзімізде Қазақстанда жасалды осы шпательдер. Тек осы шпательдің лезвиясын табуда біраз қиыншылықтар болды. Өйткені бұның металлының құрамы стандартқа жатпайды екен. Құрамындағы 1-2 өлшемдері өте көп. Соны лабораториядан өткізіп, тексеріп, арнайы заказбен, тапсырыспен алдырдық. Сонымен қатар, мына жерде штукатурный станцияны дайындап қосып, жігіттер шлангысын суын жалғап, сместерін дайындағанша біз осы лифкас аппаратпен қазір төбеге, қабырғаға шашып көрсете берейік сіздерге. Бір жағынан шпательдте қазір тексеретін боламыз. Штукатурка біткеннен кейін, сол штукатур кішкене кепсе бетіне осы аппаратпен лифкасты қазір өзім сіздерге қолмен жағып көрсетем.
Бүткей осымен жұмысты аяқтадық. Жұмыс менің көңілімнен шықты, ойдағыдай бітті. Аппараттың жылдамдығы бәрі маған ұнады, бірақ осы жұмысты істеген, аппаратпен жұмыс істеген жаңағы екі кәсіби маманның пікірін біліп, кішігірім сұхбат алып жүрсек, кеттік. Бұл жер шамамен 30 квадраттай болады. 30 квадратты жарты сағаттың ішінде жақты. Егерде бұның қалыңдығы бізде 8 сантиметрге дейін кетіп қалды. Егер 2-3 сантиметр болғанда мүмкін 60 квадрат жағып тастайтын еді жарты сағаттың ішінде. Біз өзіміздің складта бір 30 квадраттай шамасында штукатуркіледік. Жаңа видео барысында өздеріңіз көрдіңіздер. Сол істеген Ілияс және Нұрболсын аға екеуі істеді. Қазір сол кісінің қысқаша пікірлерін білсек сұхбат алып. Ілияс, сендердің істеп жүрген аппаратпен салыстырғанда қандай артықшылық, кемшілігі бар ма? Кемшілігі жоқ, бірақ біздікіне қарағанда жылдам да. Жақсы шашады. Жоқ, ұялмай айта бер, жасырмай айта бер. Жылдамдығы нормальный. Еще біздікінде ағып кетеді, бұл да нормальный, бір қалыпты. Қанша қалың болса да ағып бастырады. Оның себебі неде деп ойлайсың? Оның себебі мына компрессорындағы күшіне байланысты ғой. Біздің компрессор мощный осында. Мощный болып тұр ғой. Біздікінде ескі бәрі. Кейін насосы, судың насосы. Онысы жақсы. Күші басымдау да, біздікінде күш жетпей қалады аппараттың. Сол біз негізі үнемдемей компрессорды ең мықтысын қойдық, компрессордың судың насосында үлкенірегін қойдық, ертең давлениесі жетпей қалмасын деп. Бірақ мына аппарат кішкене производительность нашарлау, өйткені бұл жерде қазір 4 киловаттық қозғалтқыш тұр. Келесі партиялардың барлығында бізде 5,5 киловаттық болады деп айтқанбыз. Келесі 100 аппарат штукатурный 5,5 киловаттпен, сосын обороты да үлкен болады. Ол кезде бұдан да жылдам жұмыс істейтін болады ғой. Біз осы 30 квадрат метр жерде қалың слой болды. Примерно шамамен 6-7 сантиметр болып кетті, кейбір жерлер. 8 сантиметр кейін бар. Соны бір жарты сағат ішінде жақтық. Егерде жұқа слой болғанда бір 60 квадрат істепсеға бола ма? Жарты сағатта? Істеуге болады. Дәл осы жылдамдықпен. Сендер өздерің штукатуркаға айналысып жүргенге қанша уақыт болды? 3 жылдай болды менде. Қолмен істеп көрмедіңдер ме? Қолмен істеген жоқсы. Қолмен істеген қиын ғой, аппаратпен жақсы болады бәрі. Бірақ бізде әлі қолмен істеп жүрген кісілер бар ғой. Бар олар. Просто шаршап қалады ғой. Аппарат жақсы бәрі одан. Негізі қазіргі заманға сай инструменттерді қолданып елден қалмау керек. Бұл мысалға батыста дамыған елдерде 20 жылдан бері қолданып келе жатыр осы аппараттарды. 20-30 жылдан бері қолданып келе жатыр. Біздің елге де келгенде көп болды, бірақ соған қарамастан қолданып жүргендер аз, өйткені бұның бағасы қол жетімсіз болып келді осы уақытқа дейін. Сендер қолданып жүрген аппарат шамамен 5 миллион теңгедей тұрады, немецкий аппараттар. Біздікі қазір 2 миллионнан сатып жатырмыз. Сосын запчасть не жағынан проблем болмайды бізде, қосалқы бөлшектерінен. Өзіміз құрастыратын болғаннан кейін әрдайым біздің складта олар жиналып тұр, толып тұр. Сендердің аппараттарында ондай кемшіліктер бар ма? Қосалқы бөлшектер жетпей қалуы деген сияқты. Қосалқы бөлшектер жетпейді, әсіресе шнек оны әкеледі ғой басқа жақтан, Балқаш жақтан, алыстан алып келеді. Шнек енді расходный материал, ол Қазақстанда бір 2-3 жерде сатылады, табылады. Сендердің аппараттарыңды өткенде жұмыстарыңа барып көргенінде біраз датчиктерін алып тастаған екенсіңдер, кейбір датчиктер істемейді. Автоматты деп айтуға келмей қалыпты қазір. Өздері деп айқайлайды, біреу желді өшіреді, біреу суды өшіреді ана жақтан. Оның себебі қосалқы бөлшек болмағаннан ба, жоқ бағалар қымбат болғасын алмадыңдар ма, ауыстырмадыңдар ма? Бағасына байланысты. Қымбаттап кеткен көбісі. Сосын мен естігенім, оны тапсырыс беріп алмаса, кейбіреулер наличие жоқ қой деймін Алматыда, Жоқ, келмейді. Табу қиын. Сендер қандай смеспен жұмыс істейсіңдер? Бұл аппараттар смес таңдай ма жалпы штукатурный станция? Таңдайды ғой аппарат. Біз қазір ротмикспен істеп жатырық қой. Алдында ротпен істеген біздің малдар. Одан тағы баймикс деген гипстер келді, олар нашар. Уже аппаратты құртты олар. Аппараттың өзіне қатып қалады. Негізі ротмикс арзан болса да жақсы емес екен, бұл жақсы ғой. Тартқанға да еще біз осылай шашамыз, үстіне соны жағамыз. Осы аппаратпен, штукатурный станциямен күніге қанша квадрат жасап жүрсіңдер? Средний айтсақ, бір айда қанша болады? Күніге қанша квадрат? Бір айда 2 квадрат жауып жатыр қой. Аппаратпен. Оның арасында кейде строй готовность болмайды, кейде материал болмай қалады, өзінде. Негізі бәрі дайын болса күніге?
күніне 3 квартира бітіріп кетуге болады. Зарплата жетеді дейсің ғой? Негізі осындай штукатур станция сатып алса, қанша уақытта ақтап шығады өзін? 1 жылда, бір айда ақтайды қазір. 2 аппарат болса осындай өзін ақтап шығады 1 айда. 1 айда ақтап шығады. Күніге 300 квадрат сесеңдер, сонда квадрат қаншадан болып отыр қазір Алматыда? Средний, орташа. 1500 болып отыр. 1500 теңгеден ба? Онда біреудің ақшасы санамайық, бірақ 450 мың теңге болып кетеді екен бір күнде. Жақсы ақша тауып алып екен. Мынаны ұста. Мен кеттім штукатур. Өзінің жұмысым бар. Бізге инструмент сату керек. Сосын бұл аппаратпен тек гипсовый штукатур шашып жүрсіңдер ме? Тағы не істеуге болады? Мен тағы швестерді шашуға болады, полный клейлерді. Ол цемент песчаный, Иә. Кейін домдардың сыртына бермакуль істеуге болады. Ол вообще аппаратқа вообще жеңіл болады, гипске қарағанда. Негізі бір бригада қанша адам жұмыс істеу керек бұл аппаратпен? 5 адам ғой, 5 адам, 4 адам жетеді. 4 адам жететін сияқты, иә? Бірақ ана смес салып тұрған адам жұмыс оңай екен, Жоқ. Біздің ортада ол мусордың бәрін сол істейді өзі. Ол қиын болады. Мешектер жинап, Бізде тек қана правилада жүрген адамдық оңай болады. Негізі бұл аппаратпен өзі правиламен тарту ғана қалмай ма? Бұған салып бересің, өзі дайындайды, өзі шашады. Сен тек тарту правиламен. Сол ғана қалады, өзі жеткізіп береді қалаған жеріңе. Сол правиламен ғана тартасың болды ғой. Сонысы қиындау сәл. Енді адам күшін жұмсайсың да оған. Қалғанда шашып тұрады, болды. Үлгеріп тұрса болды, главное. Аппаратпен жұмыс істеуді қанша уақытта үйренуге болады? Мен өзім 15 күнде үйрендім ғой. 15 күнде? Мүлдем істеп көрмеген адамдар алса қалай болады аппаратты? Олар қандай кеңес беретінен, мысалға, істеп көрмеген аппаратпен, өмір қолмен істеп жүр, немесе стройкадан хабар жоқ адам, оларға не кеңес беретінен аппаратты алса бола ма, болмай ма олар? Үйреніп кете ала ма? Аппарат үйренеді ғой, адам істеген адам істейді. Бұл қайта қолмен істегеннен гөрі аппарат бәрібір. Техниканың аты техника жеңіл болады ғой. Күш жұмсамайсың, уақыт тез, уақыттан ұтасың. Сосын аппаратпен жұмыс істеген кезде қандай проблемалар болады өзі? Жиі бұзылып, жұмыс тоқтап қалмайды ма? Не болуы мүмкін жұмыс істеп жатқан адамға? Асығыс, не қылсаң, былай сухой айдап жіберуі мүмкін. Асық болу керек аппарат қосқан кезде. Сухой айдаса өзі 1,5-2 сағаттай уақытың кетеді ғой аппаратқа тазалауға. Бітеліп қалса 2 сағат қиналасың. Демек қателікті кешірмейді, Қателік жаман. Өзің қателігін түсінесің да, кейін барып қателеспейсің де, асықпай бәрін уақытымен дұрыстап регулировкасына қарап, давлениесіне қарап қосу керек та. Жиі қойылатын сұрақтардың бірі, бұл штукатурный станция көп тұтынушыларымыз хабарласып бізге 220-алық болса деп сұрайды. 220-алық пен 380 айырмашылығы сенің ойынша қандай? Қайсысы дұрыс? 380 жақсы ғой, тоқ күшіне байланысты аппараттың істеуі. 220 болса аппарат қиналады уже. Көп нелер, датчиктер күйеуі мүмкін да. Сосын сіздер біле жүріңіздер, 220-алық мынандай үлкен агрегат болмайды, өйткені бұл жерде 7,5 киловатт бар қазір мощность. 7,5 киловатт 220-алық қылсақ, двигатель 220 қылуға болады, бәрін 220 қылуға болады. Бірақ оны тартатын розетка жоқ. Кез келген розетканы балқытып жібереді, автомат лақтырып жібереді. Көп болса 4 киловатт 220-алық жасауға болады. Ал 7 киловатт бұл 220 болса, онда дұрыс болмайды. Конденсатор атып жібереді, әйтеуір проблемасы көбейіп кетеді. Сосын сіз оған лайықты розетка таппайсыздар. 220-ақты болашақта шығарамыз, бұйыртса біз келесі партияларға шығарсақ деп отырмыз 220-ақты. Бірақ олар частный квартираларға сондайға болады, үлкен объемға негізі 220-ақ қиналып кетеді, тоқтамай жұмыс істегенге. Бізде ең бас 380 ғой көбісі. Главный. Үлкен объектілерде мен көрмедім 220-ақты. Сосын бұл көлем үлкен сияқты көрінеді. Көрген адамдарға, осы видеодан қарап отырған адамдарға бұл үлкен, бұны көтеру, тасу қиындыққа соқтыратын сияқты. Олардың тағы бір 220-алық аппаратты алғысы келетін себебі тоқтан, сосын салмағына байланысты. Ары-бері алып жүруге қиын дейді. Бұны газельмен тасу керек, негізі пикап алып алса өте жақсы болады, пикаппен ары-бері алып жүргенге. Газельмен тасиды негізден көбіне? Бізде газельмен тасимыз ғой, ары басқа объектіге өтетін кезде газельмен алып барамыз барлық заттарды. Этажға қалай тасисыңдар? Этажға кранмен өзіміз нені қоямыз, площадканы қойып, соған қойып шығарып аламыз болды.
Жоқ, мысалға 6-шы этаждан 7-шы этажға көтеру керек болса, тоже кранмен нетесіңдер ма? Жоқ, лестницаны өздерің көтеріп алып кетесіз. Мына главный мынаусын алсаң болды, осы моторы сәл ауырлау да, өзі корпусы жеңіл болады ғой. Соны енді сендер айтпасаңдар, кейбір адамдар күмәнданады, бізге сенбейді шығар мүмкін сатып отқаннан кейін. Главный қозғалтқышты алған кезде шынымен салмағы жеңілдейді, анау өзі жартысынан таяқ болады салмағы қозғалтқыштың. Салмағы ең ауыр осы ғой, главный. Ішіндегі медін өткізіп жіберсем біраз болады. Қандай баға қойға болады? Немецкий аппаратпен салыстырмалы түрде біздікін сапасы сендерге көңілдеріне шықты ма? Біздің көңілімізден шықты, жақсы аппарат. Біздікіне қарағанда сәл басымдылығы бар, шамалы болсын. Енді біздікі мықты ғой де қалсын. Онда осы жерден сұхбатымызды аяқтайық. Рахмет, келіп көмектесіп осылай істеп жүргендеріңе, жұмыстарын жүрсін. Бұйырса болашақта біздің агрегатпен жұмыс істейсіңдер деп үміттенеміз. Енді ана аппараттарын шаршаған ғой сендердің. Енді жақында өледі сол. Сонымен бүгін штукатурный станцияны, лифкас аппаратты және мынау шпательді тексердік. Біздің көңілімізден шықты. А сіздің көңіліңізден шықты ма? Егер бір жер ұнаса немесе ұнамай жатса, міндетті түрде комментарий жазып, өз пікіріңізді қалдырыңыз. Отандық өнімді қолдап көмектесіңіздер. Сонымен бүгінгі видеоны аяқтаймыз. Бізге видео соңында айтарым, складта товарлар жеткілікті. Осы 2-3 күн бұрын ғана тағы бір контейнер распылителдер келді. Безвоздушный распылителдердің бізде қазір покраскаға лифкас жасауға арналған 200 штуктай Алматыдағы складымызда тұр. Және лифкас шашуға арналған аппараттардан қазір 30 штук қалыпты. Ал штукатурный станция қазірден заказ беріп, тапсырыс беріп, жазыла беріңіздер. Себебі келесі айда дайын болады. Кім бірінші төлесе, солар бірінші алатын болады штукатурный станцияны. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Сіздермен бірге Oxyprop компаниясы және мен Қуанбай Ерназар.